Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Эльмира Мажитқызы. Бүгін сіздерге дамы өте керемет болатын және тез дайындалатын муравейнекті дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен құрғақ табағымызға ұнды елеп салып, шым-шым тұз қосып дайындап аламыз. Одан кейін ыдыстағы 2 жұмыртқаны көпіргенше араластырып, үстіне 2 ас қасық шекер қосып, шекер ерігенше әбден араластырамыз. Дайын болғаннан кейін ұнымызды алып, бөлме температурасында тұрған сары майды қосып, ұнның басын біріктіретін боламыз. Одан кейін жұмыртқасын құйып, жұмсақ қамырды елеп дайындап қоямыз. Міне осындай өте жұмсақ қамыр дайын болды. Енді бірнеше бөлікке бөліп ыдыстарға салып аламыз. Одан кейін мешокқа орап, мұздатқышта 15 минуттай ұстаймыз. Дайын болғаннан кейін ет тартқыштың көмегімен осылай барлығын біркелкі етіп өткізіп аламыз. Барлығын өткізіп алдық. Енді духовканың ыдысына пергамент қағазын төсеп, қамырымызды барлығын біркелкі етіп салып шығамыз. Барлығын бір тегіс етіп салдық. Енді қызып тұрған духовкаге жарты сағаттай ұстаймыз. Оған дейін сгущенканың 2 түрінен 2 ас қасықтан салып, әбден араластырып дайындап аламыз. Жарты сағаттан кейін, дайын болғаннан кейін, міне осылай ыдысқа салып, барлығын бір тегіс етіп, үгітіп дайындап қоямыз. Барлығын бір тегіс етіп үгітіп жатырмыз. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, осы видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет, әрі тез дайындалады. Міне барлығын бір тегіс етіп үгітіп жатырмыз. Дайын болғаннан кейін үстіне сгущенканы құямыз. Енді барлығы бір тегіс болғанға дейін әбден араластырамыз. Әбден араластырдық. Енді осындай ыдысқа салып, форма жасайтын боламыз. Міне көргендеріңіздей әдемі формада дайын болды. Тағы да екіншісін жасаймыз.
міне көргендеріңіздей осындай іші тұста дайын болды.